Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді пирогтың қамыры 3-4 күнге дейін жұп-жұмсақ болып шығатын осындай зебра тәріздес пирогты жасайтын боламыз. Бұл пирогты тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен пирогтың қамырын жасаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы тұрған сары майға қантты бір жұмыртқаны салып, венчиктің көмегімен жақсылатып барлығы езілгенше осылай 3-4 минуттай араластыратын боламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдар жазулы тұр, сол құраммен жасасаңыздар болады. Ұнды електен өткізіп, одан кейін енді пирогымыздың үстіне салатын боламыз. Қопсытқыштан қосамыз. Қопсытқыштың арасында ванилин болмаса, сәл ғана ванилин қоссаңыздар да болады. Менде қопсытқышқа бірге қосылған осындай ванилиннен салып, барлығын жақсылатып осылай араластырамыз. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр пайда болады. Мінеки, біздің қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырды диаметрі 23-26 сантиметр болатын формаға әдемілетіп барлығын төсеп шығатын боламыз. Видеода қыздар менде негізінің формасы 23 сантиметрлік. Егерде сіздікі 26 сантиметрлік форма болса, еш нәрсе етпейді. Осылай формамыздың бортиктерін биік етіп шығарып, барлығын жайып шығатын боламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен осылай тесіктерін жасап шығарамыз. Енді пирогтың салмасын әзірлейміз. Ол үшін қаймақты қосамыз. Қаймақ менде 20%-дан жоғары. Одан кейін ірімшік 9%. Одан кейін жұмыртқа, жүгері, крахмалы, қантты қосып, блендердің көмегімен осылай жақсылатып барлығын езіп аламыз. Масса езілгеннен кейін теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Енді бір бөлігіне 3 ас қасық какаодан қосамыз, барлығын жақсылатып осылай араластырамыз. Бізде осындай әдемі қоймалжың масса пайда болады. Енді келесі кезекте 3 ас қасық какао қосқан соң, екінші массаға да 3 ас қасық ұннан салатын боламыз. Барлығын араластырып, енді бір ас қасықтан осылай бір-бірінің үстінен салып шығатын боламыз. 180 градуста жайменде пешімізді қыздырып бастаймыз. Енді үстінен шпажканың көмегімен осылай узорларды жасап, 180 градуста 35-40 минутта пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Жаңа айта кеткендей, достар, пирогымыз піскенде пешті алдын ала 10-15 минуттай қыздырып алатын боламыз. Пирог дайын болғаннан кейін бірінші формасында суытып аламыз, одан кейін 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол кезде начинкамыз сәл қатып, пирогымыз жұп-жұмсақ болып шығады. Сонымен қатар, достар, YouTube каналыма да тіркелуді ұмытпаймыз. Каналымда аптасына 3 рет осындай жаңа рецепттер шығып отырады. Қоңыраушаның белгісін бассаңыз, жаңа рецепт шықса, сізге бірден хабарлама келеді. Рецепт ұнап жатса лайк басып каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын.